Қорқыт ата өмір бойы ажалдан қашқан. Қайда қашса да ажал оның қыр соңынан қалмаған. Ажал періштесі оған көр болып көрінген. Содан бері ел ішінде қайда барсаң Қорқыттың көрі деген сөз қалған. Сонда ажал не үшін Қорқытты қуған? Өлім оның соңынан қалмайтындай Қорқыт ата не істеп қойды? Біз бүгінгі видеода осыған кеңінен тоқталатын боламыз. Қорқыт ата түркі халықтарына ортақ ұлы ойшыл, жырау, қобызшы. Қорқыт сөзі Хорқыт сөзінен шыққан. Хор деген көне түркі тіліндегі өр деген сөз. Ал құт, ол кәдімгі құт, береке деген сөз. Демек, Қорқыт сөзі жоғарыдан келген құт деген мағынада. Тарихшылар Қорқыт ата 10 ғасырда Сырдарияның бойында дүниеге келген деген болжам жасайды. Ол кезде Сырдарияның бойында Оғыз мемлекеті бой көтереді. Астанасы Сырдарияның Аралға құяр сағасындағы Жаңакент қаласы. Ол қаланың қираған орны қазіргі Қызылорда облысы Қазалы елді мекенінің маңында. Осы жерде біз Қорқыт ата туралы аңыздарға тоқтала кетейік. Қорқыт дүниеге келерде анасы жабайы құлан етіне жерік болып, құрсақтағы баласын 3 жыл 9 күн көтерген екен. Сол 3 жылдың әр жылында толға қысып, дүниеге нәресте келетіндей қамданып, Қорқыттың анасы бебеу қаға қиналатын болған. Бірақ бірінші жылы да, екінші жылы да бала тумайды. Содан 3 жыл 9 күн дегенде Қорқыттың анасын шын толғақ қысады. Бұл жай толғақ болмайды. Дәл осы күні Қорқыттың анасымен бірге бүкіл дүние қоса толғатып қиналғандай көк жүзін түнерген қара бұлт торлайды. Күн күркіреп, найзағай ойнап, дауыл соғып, дүниенің астан кестеңі шығады. Мұның бәрін дүниеге келер нәрестенің киесіне жорыған жұртты үрей билейді. Бұл жөнде есте сақталған мынадай сөз бар. Қорқыт туған кезінде қараспанды су алған, қара жерді құм алған, ол туарда ел қорқып, туғаннан соң қуанған. Қорқыт дүниеге келген соң қатарластарының алды болады. Ол өзгелерден аса жоғары біліммен ерекшеленген. Сондықтан да ол өз заманының данышпаны болды. Қорқыт жаугершілік заманда өмір сүреді. Халық аман оянғанына қуанатын заман болған. Сол себепті де Қорқыт бейбітшілікті аңсайды. Халқының мамыражай тыныш жерде өмір сүргенін қалайды. Қой үстіне боз торғай жұмыртқалаған жер іздеп дешті қыпшақ даласын кезеді. Асан қайғыда Қорқыт секілді жерұйық жер іздеген. Міне Қорқыт сайын даланы кезіп жүргенде көр қазып жатқан адамдарды көреді. Кімнің көрін қазып жатсыңдар деп сұраса, олар Қорқыттың көрін қазып жатырмыз деп жауап береді. Осы сөзді естіген Қорқыт ата өлімнен қашып, күнбатысқа да, күншығысқа да, Сарыарқаға да, Құбылаға да барады. Барған жерінің бәрінде де өзіне қазылып жатқан көрді көреді. Әдеттегідей Қорқыт олардан, мұны кімге қазып жатырсыңдар деп сұраса, Қорқыт әулиеге деп жауап береді. Дүние кезіп жүріп өлім құрығынан құтылмасын білген соң, Қорқыт өзінің туған жері, сүйікті мекені Сырдарияға қайтып келеді. Еліне келгесін Қорқыт түйе сойып, оның терісімен қобызының сыртын қаптайды. Құрғақ жерде тұрса, бір күні ажал жетіп келер деген қауіппен бір қырмызы масаты кілемді алып, Сырдарияның суына төсеп, сонда қобызын тартып тұра беріпті. Қорқыт атаның күйлерін бүкіл дүние жан иесі түгел үйіп тыңдайды. Сол кезде аспандағы құс ұшуын, жел есуін тоқтатыпты. Сарыарқаның аңдары да Сырдарияның жағасына шұбырып келіп Қорқыттың күйін тыңдайды. Сырдария ағысын тоқтатыпты, үстіне төселген Қорқыттың кілемі суға не ағып, не батып кетпей, көп заман су ортасындағы кемедей қалқып тұрып алып, Қорқытқа өлім келтірмейтін арал болыпты. Қорқыттың күңіренген күйлерін балқып тыңдаған ажал да бұған жақын келе алмапты. Қорқыт осылайша күндіз түні ұйқы көрмей, қобыз тартып өліммен алысыпты. Көп замандар бойы үздіксіз қобыз тартқан Қорқыт қалжырап қалғып кетеді. Қорқытты ізіне түсіп аңдыған ажал сол кезде, қайрақ жылан күйінде жорғалап кілемге келіп шаққанда Қорқыт осыдан ауырып өледі. Бірақ Қорқыт өлсе де, оның ұзақ заман бойы тартқан қобызының күйлері тоқталмаған. Қорқыттың моласы Сырдарияның жағасында Қармақшыдан 18 шақырым жерде бір белестің үстінде тұр. Қорқыттың қобызын сол молаға бірге қойған екен. Жел тұрған күндері ол өзінен өзі мұңды күй тартып, Қорқыттың өзі тартып жатқандай сарнап тұратын болыпты. Осылайша Қорқыттың өзі өлгенімен оның күйі мәңгі тірі қалды. Бұл туралы Мұхтар Әуезов былай дейді. Ажалды тоқтату мүмкін еместігін мойындағысы келмеген Қорқыт ата жұрттан безіп, айдалаға, табиғат аясына кетеді. Бірақ таулар да, жазықтар да, ормандар да оған өлім күтіп тұрғанын айтады.
Содан ол алғашқы қобызды жасап, жер бетінде бірінші болып күй тартады. Сөйтіп өлмеудің амалын өнерден табады. Қорқыт өте данышпан адам болып өлімнен қашып, мәңгі өмір сүрем дегені ақылға сыймайды. Қорқыт атанық өлімнен қашқанын тіке мағынада түсінбеу керек. Ол Әзірейілмен арпалысып жүріп мынандай қанатты сөздер қалдырып кеткен. Тәңірі демейінше іс оңалмас, құдіретті Тәңір бермейінше ер байымас. Пешенесіне жазылмаса құлға қаза келмес, ажал келіп жетпейінше ешкім өлмес. Өлген адам тірілмейді, шыққан жан қайта кірмейді. Адам өмірі қамшының сабындай ғана қысқа екен, досы көп, ұрпақ тәрбиелеген ұтады екен. Мен тәкаппар адамды Тәңірі сүймейді, көкірегін кергенге Тәңірі дәулет бермейді. Қанша байлық жисаң да бұйырғаннан артық жей алмайсың. Яғни Қорқыт атаның осы сөзінен оның жаратушы иеге сенгенін көруге болады. Ол адам баласы бұл өмірде көркем мінез иесі болу керектігін айтады. Адам баласы менмендіктен, тәкаппарлықтан аулақ болу керектігін ескертеді. Расында да сол замандағы бітпейтін жаугершіліктің бәрі менмендіктен пайда болған. Яғни әскері, күш-қуаты орасан зор мемлекеттер өзгелерді менсінбей, оларды жаулап ала берген. Соның салдарынан қаншама адам жазықсыз өліп, қаншама ауылдар қирады. Мұндай менмендік ашкөздік туралы әйгілі Александр Македонский, қазақша Ескендір Зұлқарнайынға қатысты да айтылған. Ескендір жарты әлемді жаулап алса да, қанағат тұтпаған. Ашкөзденіп алдынан қарсы шыққан мемлекеттерге соғыс аша берген. Сөйтіп жүргенде Үндістанда ауыр жарақат алып дүние салады. Бұл туралы қазақтың бас ақыны Абай Құнанбаев былай жырлайды. Бұл адамның көз сүйегі деді ханға. Тояма адама көзімің мен санға. Жеміт көз жер жүзіне тоймаса да өлсе тояр көзге құм құйылғанда. Кәпір көздің дүниеде араны үлкен. Алған сайын дүниеге тояма екен. Қанша тірі жүрсе де өлген күні өзге көзбен бірдей ақ болады екен. Осы жолдар арқылы адамның көзі ешқашан байлыққа тоймайтынын, тек өлген кезде құмға толатынын, бұл өмір қысқа ғана жалған екендігін түсіндіреді. Міне осы сынды мағыналы сөздерді Қорқыт ата да дүниеден өтер кезде айтып кеткен. Қорқыт өлімнен қашқан десек, оның абыздығына, көрегендігіне, даналығына қайшы, әулиелігіне жараспайды. Себебі қасиетті Құранда Алла тағала, жан біткеннің бәрі өлімнің дәмін татады дейді. Демек, кеудемізде жанымыз болған соң, өлім міндетті түрде келеді деген сөз. Мейлі қаш, мейлі жасырын, бәрібір Алладан үкім келсе, Әзірейіл сені қайдан болсын табады. Өйткені Алла тағала, сендер қабат-қабат, биік-биік мықты қорғанның, қамалдың ішіне жасырынсаңдар да, ажал қайдан болсын бәрібір табады деген. Кейбіреуіміз қандайда бір қазаның себебінен жақынымыздан айылып жатқанда асылық сөйлеп, егер ол жолға шықпағанда, бәлкім, тірі қалар ма еді, егер үйде отырғанда көлік қағып кетпес пе еді деп жататынымыз да бар. Оған Мұхаммед саллаллаху алейкум уәссалам пайғамбар, сен оларға, егер тағдырына өлім жазылса, ол адам үйінде отырса да аттай желіп өлетін жеріне жетер еді деп айтты. Қорқыт атаның қайда барса алдынан қазулы көр шығуының астарында өлімді еске алу, көрді, қабірді ойлау, өлімді сезіну философиясы жатқан секілді. Тіпті басқа біреу үшін қазылып жатқан көрді көрсе де, ғибрат алу үшін өзінің қабірін қазып жатқандай сезініп, қайда барсам да Қорқыттың көрі деген болуы да мүмкін. Исламда рабыта-и мәут деген ұғым бар. Яғни өлімді еске алу деп аталады. Өлімді еске алу адамды тәубесіне келтіретін үлкен бір насихатшы. Өлім көп асқанды бір тосатын ақиқат. Асыл пайғамбарымыз, дүние ләззатынан айықтыратын өлімді еске алыңдар дейді. Яғни, өлімнің жүректен дүниеге деген махаббатты суырып алатын күші бар деген сөз. Асылында Қорқыттың бұл ғибраты халыққа үлкен насихат. Яғни, адам баласы әрдайым өлімді еске алып, соңынан Әзірейіл еріп келе жатқандай, не алдынан ажалы күтіп тұрғандай сезінуі тиіс. Бұл ақыретке деген иманымызды шыңдап, дүниеге деген махаббатты жояды. Біздіңше, Қорқыт атаның айтпағы осы еді. Қорқыттың күйлерін қыз баласының тәрбиесіне ерекше көңіл бөлінген. Мысалы Башбай күйін алайық. Көнеден келе жатқан аңыз әңгімелерге сүйенсек, Қорқыт атаның қарындасы болған екен. Бірде қарындасы оған тамақ әкелгенде, оның Башбайы қарындасына тиеді. Сонда ол мені көмгенде, Башбайымды сыртқа шығарып көміңдер дейді. Бұны айтқан себебі, ертеде қазақ халқы қызды еркелетіп, оны құрметтеген және оған ер адамның кез келген мүшесі тисе арсыздық деп санап, сол адам өмір бақи ұятта өмір сүреді.
Қорқыт дүниеден өтерде артынан мәңгі өшпес сөздер қалдырып кеткен. Біз назарларыңызға соны ұсынамыз. Әсіресе оның отбасыдағы тәрбиеге қатысты айтқан сөздері әлі күнге дейін өзекті. Қыз ақылды ескермес, ана үлгісін көрмесе, ол жарылқап ас бермес, әке үлгісін көрмесе. Дәулетті ұл ошақтың қоры, дәулетсіз ұл атаның соры. Ұлдың күні күн емес, атадан мал қалмаса, ата малы пұл емес, баста ақыл болмаса. Яғни Қорқыт ата осы сөздер арқылы ұл бала ақылсыз болса әкесінің жиып тергеннің бәрін далаға шашатынын мәлімдейді. Сондықтан да барлық әке өз ұлдарын кішкентайынан еңбекқорлыққа баулып өсіру керек. Бұл туралы Қорқыт былай дейді. Ат жемейтін ашы шөптің шыққанынан шықпағаны игі, адам ішпес ашы судың аққанынан ақпағаны игі, атасының атын шығармаған жігерсіз ұлдың туғанынан тумағаны игі. Яғни Қорқыт мұндай есерсоқ ұл баланың дүниеге келгені ауыр қателік екенін мәлімдейді. Қанша қалың жауғанмен қар көктемде қалмайды. Гүл жайнаған қалыңда қара күзге қалмайды. Құстың қонар жерін су білер, малдың барар жерін ну білер. Ескі киімнің биті ашы, жетім баланың тілі ашы. Дәулетті ұл ошақтың қоры, дәулетсіз ұл атаның соры.